ол қыз. Мына жерде жан жақтан ойлаңыздар, сіздер 25-сіздер, 24-ті қарсы шығып отқан кезде ол деген хрупкая ғой, отырда, ода защитная реакция. Жауап беріп жатыр жан жақтың бәріне ше. Бір адам, мына жаңа қатысушылар, ескі қатысушылар деп жатыр ғой, жаңа қатысушылардан бір жігіт еркек болып шықты ма? Қыз балаға сөйлеме деп жаңа Абылайға. Шықты ма біреу? Еркек болсаңдар сөйтіп сөйлесеңдерші. Нағыз еркек қандай екен білетін болсаңдар. Ая мырза, бұл жерде бас той бұндай емес. Қазір алдыңғы эфирда олардың, яғни Абылай мен Шолпан ханымның арасында ғана дебат, осындай пікірталас болды. Сол жерде екеуінің арасында ғана болды. Ешкім оған жабылған жоқ, ешкім оған қарсы шыққан жоқ. Сол себепті бұл жерде жалпы әйел адам өзінің ақылдылығымен, өзінің мудростімен еркек адамды алдап, өзінің бір айлакерімен өзінің ақылын айту керек. Дұрыс айтасың. Оның жекесіне шығып, ер жігіттің намысы одық, әркімнің намысы бар шығар бұл жерде. Сіздің де намысыңыз бар, мысалы ше. Мысалы, сен күшіксің, сен итсің, сен былайсың десең, біздің намысыңызға тиеді ол, әрине тиеді. Енді қараш, Амир, мысалы, бір ауыз сөз айтайын. Саған неге қыздар сондай сөздер айтпайды? Өйткені ты себя так ведешь, дұрыс па? Өзіңді достойын ұстайсың ғой. Дұрыс қой, сол үшін саған қыз балалар ондай нәрсе айтпайды. Енді қара, қыз бала кімге үйтіп сыйластықпен сөйлеу керек? Өзін сыйлайтын адамға. Намысы бар еркек бірінші өзінің намысын ұстап тұрып, сосын қасындағы қыздарды қорғай алу керек, қазақтың жігіті, бауырым, дұрыс қой? Бауырсаған, мен айта салайыншы, бауырсаған, Аян қазір енді жан таласып жатыр ғой, мына неге темаға кірем деп. Аян, мен саған бауырым айтайын, енді жаман ойлап қама, бірақ мына жерде Айдананы жәнде отқан қызды тескішелекке тенеген өзі емес пе осы жерде абыройын төгіп отқан? Хорошо, мен түсіндіре кетейін, осы жерде Абылай тұра тұр. Егер де қазақ әдебиетін оқыма... Сен қай оймен айттың, соны айтшы, тескішелекке. Хорошо, түсіндіріп берейін, міне бүкіл халық отыр. Былай айтылған, сауап жинап жүріппін, түбі тесік шелекке дейді. Ол жерде менің қадірім, мәртебем болмады ау деген сөзді қазақ әдебиетін білетін филолог мамандар біледі ол сөзді. Ол сөзді біледі. Абылай тұра тұр, айтып алайын, өтініш, ол сөзді біледі. Мына жерге Айданаға қарай, әйтеуір біреуді түсіріп өзімді көтерейін деген мақсатта олай айтудың қажеті жоқ. Жалпы жігіттер, мына жерде Айданаға қарсы сөйлеудің қажеті жоқ, Просто маған айтылып жатыр ма, маған қарай айта беріңдер, Жоқ, Аян, қара, сендер қай жерде отырғандарын білесіңдер ғой, дұрыс па? Бұл жерде пікір талас бар. Айдана сөйледі ма, Айданаға жауап беріп жатырмыз. Айданаға сөйлемеңдер деген болмайды олай, бауырым. Бұл жерде Жоқ, Бауырсақан, мен сен өзім жауап өзің айтқан сөзің, бұл жерде бұл тема қозғалды. Одан кейін сен бұл жерде қара. Мен Шолпанға бірінші атылған жоқпын, барлығын айтайын. Мен ортада отырдым, Шолпан өзі сөйлеп бастады, дұрыс па? Ауыр өтті, ауыр жекеме өтіп кетті. Содан кейін мен сонда отыра беруім керек ме? Қаншама халық отыр. Мен де сөзім сөйлегісі келіп отқан халық бар, экранның ар жағында отырып. Бауырсақан, мен айта кетейінші, Абылайға. Менше Абылайға негізі сөйлегім келмейді да, артық сөз айтқым келмейді, жекесіне өткім келмейді. Абылайдың деңгейіне түскім келмейді. Бірақ осының сөйлемеңіздер, пожалуйста. Осылай өзінің санасыздығымен, осындай сөзді дұрыс түсінбегенімен халыққа еще сондай нәрсені үгіттеп отыр да бұл кісі.